Бәріне сәлем. Қазіргі таңда өзіңіз білетіндей Apple компаниясының құлаққаптарының, яғни наушниктерінің көптеген копиялары шыға бастады. Ол неліктен деп ойлайсыз? Көпшілікте оригинал түрін алатын қаражаттың болмауынан ба, әлде де басқада себептер бар ма? Төменде пікір қалдыра кетіңіз. Ал біз қазір сіздің алдыңызда Apple AirPods 2, AirPods 3 және AirPods Pro копияларын бір-бірімен және оригиналмен салыстыратын боламыз. Бізде үш құлаққап түрлері негізі тек копия емес, люкс копия деп аталады. Яғни олар максималды түрде оригиналға ұқсатылып істелген. Солай ма, солай емес па, қазір тексеріп көреміз. Так, ең алдымен біздің қолымызда Apple AirPods 2-ның копиясы. Ашып көрейік. Сразу айтайын, біз бұған дейін негіз бұл коробкаларды ашқанбыз, көрейін деп дейін сияқты. Бірақ сіздің алдыңызда бұл процесті қайталаймыз. Көріп тұрғанда іште дәл сол AirPods 2 таза. Ішінде комплектте шнур, зарядка, Lightning. Күшті прям жуть оригинал сақладағандай емес, әрине, бірақ жақсы жасалған. Болды. Так, қосып көрейік. То есть, мынау деген нені білдіреді білесіңдер ма? Бұл китайцтар мына Apple-де бар чипті өздерінің копияларының ішіне салды деген сөз ол, былай айтқанда. Наушники подключить. Все, болды, қосылды. Міне көріп тұрғандай Hoco ES39 Pro модель. Былай мәссі. Уже первый прикол. Мен әлі неден қорықтан шығарған жоқпын. Бірақ музыка әлі қосылып тұр. Жалпы сырттай дизайн жағын айтатын болсақ, құлаққаптар былай сырттай қатты, разницасы жоқ. Звук жағын тыңдап көрейік. Жаман емес. Жамандай алмай тұрмын, шынымды айтсам. Енді прям керемет деп те айта алмаймын, бірақ прям тыңдауға болатындай сапасы жақсы. То есть болады оғандай сапасыз наушниктерде там высокий көп болады, немесе андай бас там төмен болады, немесе вообще мүлдем болмайды дегендей сияқты. Мынада бар, барлығы в принципе нормально. Жалпы баға беретін болсақ, 10-нан 7 деуге болады сияқты. Өйткені сырттай, іштей, программа жағынан да бәрін керемет әдемі көшірген. Жалпы қолдану жағынан аз-маз нюанстар бар екен. Микрофон жағын айтпақшы айтып жіберейін. Біз бұл копияларда микрофонды тексермейміз қазір. Өйткені бірде-бір копия әлі күнге дейін микрофон жағынан жақсы нәтиже көрсетпеген. Бұларды біз әрине бұған дейін тексердік микрофон жағын. Айта алмаймыз. Так, Apple AirPods 3. Бұлар енді негізі барлық AirPods-тан ерекше бір бөлінетін түрі десек болады. Жалпы басқа өзімізге көпшілікке белгілі наушниктердің формасынан кішкене басқаша жасалған. Мынандай бір дүние. Бұның да қорапта ішінде жүретін сол Lightning шнур. Бірақ бір шеті USB емес, бір шеті Type-C екен. Так, бұны қосып көрейік. Бұдан бірден шығам екен. Көріп тұрғандай. Бұдан да шығып тұр. Так, бұл жерде де удерживание кнопки. Тоже қосылды. AirPods болып. Бұда өзімен өзі өлең қосылып кетеді дейтін жоқ екен. Жоқ екен бұда. Тыңдап көрейік. Покруче өлең қосып көрейікші. Так, сапасы, так, бірден айтайын, AirPods 2-ге жетің кіремейді. Бұлай сапа жағынан барлық дыбыс өз орында тұр. То есть, баланс жоқ деп айта алмаймын, тек мана бас шын мәнінде қатты екен. Және де қателеспесем, AirPods 2-ге қарағанда бұның дауысы қаттырақ шығады екен. Так, звукпен барлығы түсінікті. Таза
AirPods 3-тің копиясы көріп тұрғандай мына жерде тіпті жасыл түсті де дәл сондай болып жанады екен. Көріп тұрғандай iPhone-да бұл наушникті копия болса да оригинал AirPods деп анықтап көрсетіп тұр. Бұған енді 10-нан 5 деген бал беруге болады сияқты, өйткені бізге жаңа айтқандай маңыздысы звук, ал звук бұл жерде айтарлықтай қатты керемет емес. Менің ойымша, Так, келесіне өшейік. Бұл бізде тоже көріп тұрғандай Hoku компаниясынан Apple AirPods Pro-ның копиясы. Ашып көрейік. Бұл жерде де тоже нұсқаулық қағаз. Құлаққаптың өзі. Ішінде тіпті мынандай беруші тоже бірге жүреді. Берушінің қазақшасын енді қазір таба алмайтын шығармыз да. Ішінде бірге жүреді екен. Бұл үшін плюсик. Ішінде тоже Lightning шнур, Type-C емес, USB. Ішіндегісімен, в принципе, барлығы түсінікті. Енді камераға былай көрсетейік. Мынау копия, мынау оригинал. Енді бір қарағаннан прям разница көру қиынырақ. Көзге түсіп тұрған бірақ түйір момент, мына жерде крышка кішкене бос десек болады. Оригиналда ондай әрине жоқ. Және де арт жағында, енді оригиналдарда дизайн Калифорния, жасалған Қытайда деп тұрады. Мына жерде жасалған жері Қытай, дизайн Гонконг деп жазып тұр. Құлаққаптардың өздерін көрейік. Не дейін енді? Қиын. Нақты бір разница мен таба алмай тұрмын. Бұл не деген сөз? Копия жақсы жасалған деген сөз. Так. Тыңдап көрместен бұрын бетейінші, мен оригиналды бір тыңдап алайын. Барымша жаттап алуға тырысып жатырмын. Сапасын. Негізі оригиналдың аты оригинал. Өйткені бұл жерде енді өлең тыңдаған рахат нәрсе. Так, сапасын в принципе есімде сақтадым. Енді копияны қосып көрейік. Так, ештеңе шығып жатқан жоқ экраннан. Жоқ, ештеңе жоқ. Былай көрейік. Так, бұл жерде Apple-дың системасына қатысты ештеңе жоқ. Қарапайым наушниктер ұқсап қосылды. Қызық. Қосып көрейік. Бұқтай. Былай айтайыншы, негізі разница бір айтарлықтай қатты ерекшелік жоқ. Өйткені сапа жағынан шынымды айтайын, ешқандай нақты прям ерекшелік мен мынау басқаша деп айтатындай ештеңе таба алмай отыр. Бірақ мен түсінбей отқам, неге бұл жаңаға копиялар ұқсап, оригинал ұқсап қосылмайды. Бұл өте қызық. Яғни бұл копияға бұндай мүмкіндік бермеген. Бірақ музыка сапасына келетін болсақ, мынадан да 2-ден де 3-тен де мынаның дауысы мықтырақ екен. Енді неден бұған бал беретін болсақ, бұған енді әрине жаңағы айтқандай Apple-дың экосистемасына бейімделіп жасалмағандықтан енді жоғары бал бере алмаймыз. Бірақ звук сапасына келетін болсақ, бұл жерде өте бәрі жақсы. Бұған бір 8 дейтін баға беруге болатын сияқты. Так, енді қорытындылап жіберейік. Әрине копияның аты копия, бірақ оларда бір орында тұрған жоқ, көрініп тұр. Дыбыс сапасы оригиналға жетпесе де кәдімгідей тыңдауға келмейді деп те айта алмаймын. Осыдан бір жыл бұрын шыққан копияларға қарағанда әлде қайда прогресс болғандығы көрініп тұр.
Оның үстіне көріп тұрғандай барлық жағынан толықтай ұқсатқан оригиналға. Тек әрине дыбыс пен микрофон жағы сәл жетіңкіремейді демесек, бірақ бағасына қарап шағымдана алмайсың. Бір сөзбен өз ақшасына тұрар дүние десек болады. Қызмет ету ұзақтығына келетін болсақ, бұл жерде нақты ешкім ештеңе айта алмайды. Ұзақ уақытқа жететіндері бар, жетпейтіндері бар. Плюс өзіңіздің ұстауыңыз да бар әрине. Жеке өзімнен айтарым, әркімнің өзінің қалтасы мен жеке талғамы бар. Сатып алу, алмау енді өз шешіміңіз. Менің мысалға оригиналға жарататын қаражатым жоқ. Сондықтан почему нет, неге копияны қолданбасқа? Тем более маған дыбыс жағы қатты болмаса да ұнады. Мен қолданам. Ал бізге сіз үшін осындай обзор жасау мүмкіндігін беріп отқан мобильный рай дүкеніне алғысымды білдіргім келеді. Әзірше осы видео пайдалы болса, лайк басып каналға жазылып кет. Алда әлі тағы да халыққа қолжетімді құлаққаптарға обзорлар жасайтын боламыз. Көріскенше.